Англия фирмаларына бару үшін анкета толтырып жауап күтуден шаршаған болсаңыздар, Англияға баратын тағы да бір жолмен бөліскім келіп отыр. Осы видеоға лайк басып, комментарий жазып сақтап алыңыздар. Және де Англияға келгісі келіп жүрген таныстарыңыз, достарыңыз болса, осы эфирмен міндетті түрде бөлісіп қойыңыздар. Тегін мәліметтен құр қалмасын. Енді ол қалай десеңіздер, Fruitful Jobs Oshrodek HR сайт арқылы Польша еліне заявка жібересіздер. Ол қалай қазір толық көрсетемін, көріңіздер. Мінекей кез келген интернет поисковикке Google болсын, браузер Яндекс болсын, осылай oshrodek/hr.com деп жазасыздар. Осыған кіресіздер. Осылай ағылшын тілінде шығады, орыс тіліне қойып аласыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай работа в Великой Британии, работа в Ирландии, работа в Польше. Енді өзіңіз білетіндей Великобританияда бәрі заявка жіберіп жатыр, бірақ өкінішке орай адамдар саны өте көп, жұмыс орны толып қалып, адам жақсы қабылдап жатқан жоқ. Ирландияда қазір енді ашылды, бұл енді қосылды. Қазір пока подайте заявку деген жоқ, алдағы уақытта басталады. Енді работа в Польше дегенде басасыздар. Сосын подать заявку в Польшу деген басасыздар. Осылай шығады, начать деген басасыздар. И астына өтіп, енді түсіндіреді, қалай жұмысты түсіндіреді, аптасына қанша сағат, 40-60 деген сияқты, және айлық $2000 анау. И бұл жақта да объем, егер көп жұмыс жасаған жағдайда, көп жемшілік жинаған жағдайда, плюс бонус алу мүмкіндік бар деген сияқты. Бұл жақта аспай өзіңіз танысып шығасыз. Мына жақта жұмысты түсіндіреді, видеосы бар арнайы. Сосын келесіге өтесіз, мынау сіздің тұратын жеріңіз, жұмысыңыз деген сияқты. И период деп өте бересіз. И мына жақта сұрайды сізден, сіз өзіңіз туралы мәлімет жіберуге дайынсыз ба? Біздің электронды почтаға сіз да дейсіз да, өтесіз. Сосын мына жақта период дейсіз. Мына жақта сіз міндетті түрде электронды почта жазасыз. Бұл жақта gmail.com болған дұрыс. Mail.ru-ға қарағанда тоже период дейсіз. Сосын сіз қай елде Польшаға заявка жіберіп жатсыз. Өз еліңізде болса өз еліңізде, яғни Қазақстанда деген сияқты. Кетесіз, келесі неге и отправить дейсіз. И осындай парақша ашылады. Мынау анкета уже 26 жылға Польшаға анкета тапсырылды. Ал бастаймыз. Бұл жақта сізден сұрайды, сіздің селфи суретіңізді сұрайды. Ол суретте сіздің түріңіз анық, нақты көрініп тұру керек, және де фотоның 70-80% сіздің түріңізді құрау керек. Яғни жақыннан нақты анық қылып жүресіз. Және де загран паспортыңыздың бірінші бетін сканерлеп, жақсылап JPEG форматта дайындап қоясыз. И загран паспортыңызда қандай печаттар бар, яғни қай елге шыққансыз, қанша печать бар, соның бәрін сканерлеп, жақсылап JPEG форматта дайындап қоясыз. Сосын міне мында жазылады: те, кто успешно завершит контракт в Польше и будет иметь хорошие рекомендации своего работодателя, будут включены в приоритеты список кандидатов на работу в Великобритании. Яғни сіз жақсы жұмыс істеп, өзіңізді жақсы көрсетсеңіз, сізге Великобританияға виза шығуға кішкене жеңілдірек болады. Олар көмектеседі. Дальше деп өтіп кетесіз. Мұнда өзіңіздің электронды поштаңызды жазасыз, бағанағы gmail.com. Және төртінші сұраққа келеміз. И бұл жақтан мына жерде загран паспортта сіздің есіміңіз қалай жазылып тұр, тура солай жазасыз. Мұнда фамилияңызды жазасыз, ортасына второе имя дейді, мысалы жаза саласыз, мысалы Бекзат болса Бәке деген сияқты сөйтіп жаза салсаңыз болады. Номер телефона в международном формате дегенге +7 деп жазасыз. 8 деген жазудың мүлдем қажеті жоқ анкета толтырғанда. +7, 8 норма. Және де сізде WhatsApp бар ма деп сұрайды. Да дейсіз. Және де келесі бетке WhatsApp нөмірін жазасыз. +7-тен басталып WhatsApp нөмірін жазасыз. 8-ші сұрақ. Өзіңіздің азаматтығыңызды жазасыз. Гражданство Қазақстан. Туған күн ай жылын жазасыз. 10-ші сұрақта уже өзіңіздің полыңызды жазасыз. Яғни жігіт болсаңыз жігіт, қыз болсаңыз қыз. Келесі сұрақ, қай өзіңіздің адресіңізді жазасыз. Место жительства. Квартира, дом, улица бәрін жазасыз. Қай қала, қай облыс, почтовый индекс, код. Және де өзіңіздің Қазақстан деген елді астынан тауып аласыз, шығады. Келесі 12-ші сұрақ. Бұл жақта да загран паспорт керек, көріп тұрсыздар. Загран паспорттың нөмірін жазасыз. Ол загран паспорттың өзіңіздің суретіңіз тұрған жақтың оң жағында, жоғары жақта тұрады. Үлкен N-нан басталады. Дальше 8 сан болады. Сөйтіп жазасыздар. Келесі 13-ші сұраққа өтесіз. Берілген күнін жазасыз, загран паспорттың күн, ай, жылын жазасыз. Және де аяқталатын уақытын жазасыз, күн, ай, жыл. Және де загран паспортыңыздың аяқталуына 10 ай, 9 ай қалса, онда сізге жаңасын алған дұрыс. Себебі сіз загран паспортыңыздың сұрап өтіп кетсе, олар қабылдамайды. Кемінде 1 жыл запас болу керек. Кім берді? Оны жазасыз, загран паспортта жазылып тұрады, берген. Келесі 16-ші сұрақ. Бағанағы селфи осы жаққа давай фото деп жібересіз, өзіңіздің селфиіңізді. Келесі 17-ші сұрақта бұл жаққа бағанағы загран паспортыңыздың бірінші алғашқы бетін жібересіз, дайындап қойған бағанағы. Және де келесі ол сурет бағанағы печаттарды жібересіз. Загран паспортыңызда қандай печаттар бар, бәрін осыға салып жібересіз. Келесі 19-ші сұрақ. Сізге Польшаға отказ келді ма? Польшаға визаға тапсырғанда отказ келді ма? Да болса да, нет болса нет деп жазасыз. 20-ші сұраққа егер да болса, қандай себеппен причинасын жазасыз. Келесі сұрақ 21-ші. Великобританияда жұмыс жасағансыз ба? Да болса да, нет болса нет. Келесі 22-ші сұрақ. Қай жылдар жасадыңыз? Ұлыбританияда қай жылдар? 22-ші жыл болса 22, 23 жыл болса 24, соны жазасыз. Келесі 23-ші сұрақ. Сол Ұлыбританияға қай сайт арқылы бардыңыз? Агричар, Fruitful Jobs, Concordia, Hopes деген кез келген жазасыз. Енді кез келген дегенде қайсысына бардыңыз, соны жазасыз.
және де бұл жерде сұрайды сізден, сіз Польшаға өзіңіздің шақырғыңыз келетін, яғни бірге барғыңыз келетін танысыңыз, досыңыз бар ма дейді. Да болса да, нет болса нет. Сосын келесі сұрақ, бұл 25-ші соңғы сұрақ. Егер да болса, егер танысыңызбен, досыңызбен барғыңыз келсе, осында оның аты жөнін жазасыз, латынша, займ паспортта қалай тұр солай. Және де сол көрсеткен адамыңызда осы сайтта дәл осы жерде оның да осындай анкетасы болу керек. Ол жерде осы сұрақта, 25-ші сұрақта, ол жерде сізді белгілеу керек, сіздің аты жөнін жазу керек. Сіз онымкін жазасыз, яғни ол сіздікін жазады. Сосын отправить дегенді басасыз. Енді менікі кеткен жоқ, өйткені мен барлық сұрақтарға жауап жазған жоқпын. Барлық сұрақтарға жауап жазып, отправить десеңіз кетеді. Сөйтіп, осы сайттан жауап күтесіз. Польшаға кету жеңілдік Англияға қарағанда. Ал барлықтарыңызға сәттілік.